Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге даладағы қазан ошаққа піскен дімбілама жасауды үйрететін боламын. Қызып тұрған қазанымызға іш майымыз бен құйрық майымызды турап салатын боламыз. Кез келген соғымның етін салуыңызға болады. Мен өзім тоқтының етінен жасадым. Үстіне сәбізімізді, болгар бұрышымызды, картобымызды бәрін турап ортасына қарай салатын боламыз. Әр қайсының ортасына тұз себуді ұмытпаңыз. Көз мөлшерімен сеуіп шығамыз. Барлығын үстіп дақалап үстіне қойып шығамыз. Тұзымызды себеміз. Майымызды құйып шығамыз жанына. Үстін орам жапырақпен іш жерін ашық қалдырмай жауып шығатын боламыз. Орам жапырақпен бетін жауып болғаннан кейін үстіне лавровый салып, үстін жақсылап жауып, ең пәс отқа 1,5-2 сағатқа бұқтыратын боламыз. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Ас болсын, сау болыңыздар.